Төрт адам пайдасын көруде, көшенің түгел тұрғындары зардабын шегуде. Базар жанындағы жер үй жұртшылығы сол маңдағы рұқсат етілмеген сауда-саттыққа қатысты талай жыл мәселе көтеріп келеді. Мұндағы қиындық пайда табуға епті азаматтар рұқсаттама құжатсыздық үйлерді сауда объектілері ретінде қайта жабдықтап, кәсіпті қыздырған, көршілердің мазасын қашырған мәселе турасында тілші әңгімесінде. Где тротуар? Где здесь можно пройти? Мына жерде тротуар қайда? Қалай өтуге болады? Баланы қалай сабаққа жалғыз жібере аласың? Баланың амандығын ойлап уайымдап отырғаның. Өйткені жол жоқ. Олардың осы іске жалпы рұқсат құжаты бар ма? Жер комитетінен басқасынан рұқсаттама алды ма? Әкімшілік жауап берсін. Кім осындай бассыздыққа контейнер қоюға жол берді? Біз мына сауданы алсын деп талап қоямыз. Мұнда 3-4 адам сауда жүргізіп пайда тауып отыр. Ал біз бүтіндей бір көше тұрғындары соның зардабын тартып отырмыз. Осы маңдағы жер үй тұрғындары көлеңкелі сауданы жүргізіп, қолайсыздық туғызып отырғандармен осымен екінші жыл күресіп әлекпіз дейді. Жол бойындағы сауда қатарлары біртіндеп аумақтарды басып алып, жеке секторға ойысқан. Мәселен, осыдан 2 жыл бұрын Ключевая көшесінде тұрғын үйлер болған. Қазір мұнда сауда қызып, оған жақын орналасқан Рыбная көшесіндегі тұрғындардың да мазасын қашыруда. Мы требуем, чтобы у нас были... Біздің тыныш өмір сүруге конституциялық құқығымыз болса деп талап етеміз. Бізге қолайсыздық туғызып, бізден ешкім сұрамай-ақ көшемізге контейнерлерді қойып сауда-саттық жүргізіп отыр. Жолдан өте алмаймыз, баламызды жалғыз жібере алмаймыз. Машинаға толып тұрады. Осы жерде баланы қаққан 3 оқиға болды. Оның барлығын полицияға айттық. Ешқандай шара қолданбайды. Жағдайдың ушыққан соншалық осы көше тұрғындар тіпті өз үйлерінен шыға алмайтындай күйге жетіпті. Себебі есік алдына клиенттер көліктерін, тауар жеткізушілер жүк көліктерін қойып жолды жауып, өтер жол қалмауда дейді. Затаевич пен Кондитерская көшесінде де осындай жағдай. Приходится вызывать такси вместо того, чтобы на своей машине выезжать. Үй алдынан өз көлігімізбен шыға алмағандықтан такси шақыртуға тура келеді. Бүгін қайта көлік аз, ал демалыс күндері тіптен жүре алмайсың. 2 жыл болды біз әкімшілікке шағымданып күресіп әлекпіз. Бұрындары бұл жерде үйлер болатын. Соңғы уақытта ол үйлер орнына осылай контейнер қойып, мазамызды қашырды. Әрі мұндағы жай сауда емес, шанымен қалдығы көп құрылыс материалдары маңайды ластап жұртшылықтың берекесін қашыруда. Өз үй алдында ауласында еркін жүріп тұра алмайтын жұртшылықты әбден мезеткен келеңсіздікті шешуге азаматтық кеңес өкілдері де араласып отыр. Олар заңсыздық айтпай-ақ көрініп тұр дейді. Мәселен, үй құрылысына арналған учаскелерді мақсатсыз пайдаланып отыр. Ал бұл өрескел заңсыздық. Негізінде бұл жер жаңағы кәсіпкерге арналған емес, а именно жаңағы жай тұрғын үйлерге тұрғын үй салу үшін арналған берілген жер. Ал кәсіпкерлікпен айналысқаннан кейін бұл жерде арнайы жаңағы уже салық төлемақы былай жай жеке тұлғаға қарағанда ол мүлдем 2-3 есе арта төлену бюджетке мысалы. Сондықтан біз арнайы мемлекеттік органдардан, құзыретті мемлекеттік органдардың өкілдерін шақырып, осы халықпен кездесіп, осы мәселені шешуге бүгін сіздерді шақырып отырдық. Қарағанды облысының азаматтық кеңес қоғамдық бірлестігінің өкілде талай мәрте тиісті органға шағымдансақ та шара қолданылмайды дейді. Тұрғындарда бір қатар бұзушылықтар болса да сауда жүргізушілерге нақты жаза қолданылмайды деп наразы. Ал жергілікті атқарушы орган өкілдері 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін жұмыс істеп тұрған шағын және микро кәсіпкерлік субъектілерін тексеру мен профилактикалық бақылауға мораторий жарияланған. Сол себептен тексеріс жасай алмауда деп уәж айтуда. Дегенмен, егер халықтың өмірі мен денсаулығына қоршаған ортаға заңдылық пен қоғамдық тәртіпке қауіп төнсе, кәсіпкерлікті тексеруге болады. Даже в рамках моратория Мораторий шеңберінде де белгілі жағдайлар бойынша тексеріс жасауға рұқсат етіледі. Біз осы шаруаны жүргіземіз. Өткен апта осы мәселе бойынша полиция департаментімен кеңейтілген жиын өткіздік. Мәселеге бойлап жағдайды ұғынуда. Енді солардың әрекеті арқылы жер телімін мақсатсыз пайдалану бойынша одан әрі құзырлы органға шығамыз. Қала әкімшілігі сауда заңды ма? Жер телімін мақсатты я мақсатсыз қолданып отыр ма? Ол жағын нақты айта алмайды. Жер инспекциясына әкімшілікте тұрғындар да хабарластық. Олар мораторий деп жауап қатты. Енді тексеріс өткізуге талап етеміз. Қалай дегенмен тұрғындар заңсыз сауданы тоқтатып, жалпы жер үйлер аумағында заңсыз кәсіпкерлікке тоқтам жасар деген үмітте. Істің барысы уақыт еншісінде. Бақыт Күлматова, Мейіржан Жұмамұратов, Наталья Заяц, 5-ші арна.